Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып жібермейсіздер ме? Комментарий жаз. Бучаға жеткен шетелдік мамандар сол оқиғалардың, сол мәйіттердің көзін көріп, ол мәйіттердің сол далада, суықта бәленбай уақыт жатқандығында дәлелдеп отыр. Қазір Украинада әлі күн жылыған жоқ. Сол мәйіттер далада, сол көшеде, сол шашылып, әсіресе қолдары артына қайрылған беті. Анау тіпті бір жер төлелерде, подвалдарда жиып алып келіп, бәрін бастарын еңкейтіп, тұқыртып тұрып, қолдарын артына қайырып, тіпті бірінің қолына бірін шандып байлап отырып, шүйделерінен атып өлтірген мәйіттер, алды саси бастаған мәйіттер. Солардың барлығы міне қазір дүние жүзінде үлкен бір резонанс тудырып отыр. Қарапайым халық бәрінің сол жерде ата-аналар, туыс-туғандар, көрші-қолаңдар бар. Енді тірі қалған көршілер, тірі қалған қарт әйелдер, сол көршілерінің қай күннен бастап дыбыры жоқ болып кеткенін, қай күннен бастап оның өлгенін, көрші ғимараттағылар қашаннан бастап жылап жоқтау айта бастағанын, солардың барлығын міне видео куәгерлік айта бастады. Міне заттық дерек, видеолық дерек, адами дерек, адами куә, зат куә, бұның барлығы дайын болғанда міне орыстардың былық әшкерелеп, міне орыстың өтірік үгіт насихат құралдарының да жағы қарысты. Енді шынында масқара беріліп шыққан адамдарды атып, қолын көтеріп шыққан адамдарды атқандығы ол да дәлелденіп тұр. Тіпті бұлар қарапайым бұқараша киінген, әскери киімдерін тастаған әскерилер дегенде ол да өтірік болып шығып жатыр. Ол себебі оның ішінде небір жасы, егде, қарындары салбырап кеткен, тіпті мүгедек, сондай адамдар да байқалып жатыр. Яғни олардың ешқашан әскери адам еместігі денелерінен, жастарынан, дене тұрықтарынан бәрі шығып тұр. Тіпті кемалатқа толмаған баладарға дейін шығып тұр. Енді осының барлығы орыстың өтірігін әлемдік деңгейде әшкерелеп тұр. Тіпті Байденнің өзі өткенде бір сөз айтып, бүкіл дүниежүзінің солшыл медиалары қаттысындады ғой. Байден айтып қалды ғой ашуда. Құдай үшін мына адам бұл елді ары қарай басқармауы керек деп Путинді айтты. Сонымен Ақсарай оны дұрыстап сөйтіп шыққан. Байден енді өзінің тікұшағынан түсіп келе жатып тағы да сұхбат берді. Бучадағы оқиға, ол кісі білмеймін, Бука деп айтты. Енді біреулер К деп оқитын шығар. Сол Букадағы оқиға бұл енді Путиннің соғыс қылмыскер екендігін білдіреді деді. Тіпті Америка, Еуропа тарап ресми түрде соғыс сотын ашып, бейне екінші дүние соғыстағы Нюрнберг соғыс соты сияқты соғыс сотын ашып, Путинді ресми түрде сотқа тарту мәселесін қарастырып жатыр. Ал соғыс соты қалай болады? Путин мені соттаңдар деп бара ма? Жоқ, бармайды. Ол деген сөз енді Еуропа мен Америка Мәскеуге шабуылдауы мүмкін. Путинді тұтқындау үшін беріл деп белгілі мерзім қояды. Белгілі мерзім қоймаса Мәскеуге шабуыл басталуы мүмкін. Зымырандық атқылаулар. Қысқасы қалай болмасын, алдымен Путинді соғыс қылмыскер деп өздері бір ымыраға келіп, Еуроодақ не натолық деңгейде келісімге келсе, енді ресми түрде Путинді тұтқындау операциясы басталуы мүмкін. Әрине ол өздігінен беріле қоймайды. Сондықтан ол орыста бір дүмпу тудыру үшін орыстың қаладарын атқылау басталуы мүмкін. Ал атқылау Еуропа Америкадан тіке емес, Украинге атқылағыш қарулар беру мүмкін. Енді сол Украин қолына тиген соңғы үлгідегі атқылағыш қарулардан, шабуылдық сипаттағы қарулардан кейін Ресейге шабуыл жасап, мысалы Мәскеудің бір бөлігін қирататын болса, онда кәдімгі Ресейде саяси өзгерісіне, орда өзгеріс туылуы мүмкін, ары қарай оның өзі Путиннің қолға түсуіне апаруы мүмкін. Соғысты ешкім алдын ала болжай алмайды. Бірақ өте бір үлкен оқиға, сол Бучадағы қырғын, Ресейдің өтірігі, ол өтіріктерінің шетел спутниктері тарапынан, дрондары тарапынан ашылып қалуы, ғаламдық бүкіл ғарышта спутнигі бар елдің бәрі қазір орысша олап алған қаланың төбесіне спутнигін әкеп, сол жерде не болғандығын бақылап отыр. Тіпті велосипедпен кетіп бара жатқан адам тура қақшекеден атып өлтірген, снайпер өтіп өлтірген, сол велосипедін мінген қалпында құлаған, сол велосипеді жаңағы денесімен бірге екі аяғының ортасында велосипеді қалып өлген, осылар тұр.
Енді тағы бір әйелдің куәлігінде көршісі ағаш алып келуге, ағаш балталап келуге сыртқа шығады. Есігінен шыға бергенде атып өлтіреді. Себебі бүкіл жылу жүйесі тоқтаған, газ тоқтаған, электр тоқтаған, үй болса аңырап тұр, суық, ештеңе істеуге келмейді. Енді балконда болса да от жағып, бала шағаны асырау керек. Далаға шығып, отын алып келетінде қабат үйдің адамы атып өлтірілген. Ал тағы бір деректерде мынау тура Қытайдағы сұмдық сияқты телефоннан тексеру. Мысалы, телефоннан тексеру. Не жағдай дегенде, Украинаның адамдарын бірден орыстың әскерлері бірден үйді-үйге тінтіп отырып телефондарын тексерген. Кімде-кімнің телефондарында антиорыстық, яғни орысқа қарсы видеолар, фотолар болса, немесе Украин тарап таратқан медиаларды шолған болса, бір-біріне жіберген болса, дереу сол жерде үкім шығарып ата салады. Бұл қолға түскен қарапайым тұтқындарды бұндай ату, соғыс тұтқындарына, тіпті қарапайым халық емес, азаматтық қоғамның халық емес, соғыс тұтқындарының өзіне бұндай өлімге үкім етуге халықаралық соғыс туралы келісімдер мен тұтқындар туралы келісімдер, оның бәрі тиым саған. Женева конвенциясы тиым саған. Орыс ешқандай заңға бағынбайтын жабайы, әлі варварлық замандағы, жабайы замандағы жүйе екендігін, армиясының кәдімгі қарақшылық сипатта, бандиттік сипатта екенін, тіпті мынау Ресейдің тасталқан болған тәңкілерінен, өртеніп кеткен тәңкілерінен, анау орыс әскерлерінің сол тәңкінің ішінде сыртына бума қылып қашып бара жатыр ғой. Олар мынау азат қылынған жерлерден орыс әскер. Соны енді украиндар қуғындап жүріп талқандаған тәңкілерді қарасады. Анау танкі емес, бәленбай бірдеңкені сүйретіп алған жәшіктерді, анау танкінің бір темірлеріне іліп алған, байлап алған, танкінің іші дед қоқыр-қоқысы. Қараса, әйелдер пайдаланатын гигиеналық заттарға дейін сомкадарына салып алған ғой. Сұмдық енді. Тіпті кір жуғыш машинаны танкісіне шандып байлап алған. Кәдімгі кір жуғыш машина бар ғой, стериалка дейміз ғой. Соны жәшігіменен танктеріне байлап алып әкетіп бар жатыр. Неге? Жоқ қой. Айлықтар жоқ. Айлықтың бәрін жаңағы Шойгу ма басқасы жеп алған. Қорғаныс министрі Путин өзі парақор баста, Назарбаев сияқты. Кәдімгі Назарбаевтық жүйе қалай, Путиндік жүйе солай. Өзі бастап мемлекеттің ақшасын жымқырып шетел асырады, қол астындағылар асырады. Анау әскердегілер жылдар бойы айлық көрмеген, әскерилерге берілетін қаржы көрмеген. Анау киімдерінің өзі қайыршының киімі сияқты. Анау бір әскери өзі айтады, мен айлық көрмеген бәлен уақыт. Мен дейді, өзім тамағымды өзім асырайым дейді әскери бөлімшеде. Адамдар сөйтіп істейді дейді. Біз анау мемлекеттен бір тұтас асқана, анау мынау деген болмай кетті дейді. Біз өзіміз асыраймыз дейді. Кәдімгідей өздері кәдімгі тамақ жасап, өздерін етеді. Кәдімгі сұмдық енді. Үйлері ата-анасы сол әйтеу келісім шартпен әскери міндетіңді өтеп келсең болды деп ақша салып тұрады. Мемлекет тамағын, киімін. Үстіндегі киімі әскери қызметке кірген кездегі киімі сол 3 жыл бойы жаңа киім берілмеген. Бұтындағы дамбалына дейін сол үйінен алдырып отырғандығын айтып отыр. Сұмдық енді масқара Ресейдегі коррупция. Анау әскерлер еркек қой енді бәрі. Солардың сумкаларынан енді әйелдердің қолданатын гигиеналық заттарына дейін, бетке жағатын май, крем, ерінге жаққыштарына дейін, басқа да заттарына дейін шыққаннан кейін украиндер жағасын ұстап отыр ғой. Мыналар төк көрмеген кәдімгі жабайы қарақшы деп. Енді орыстың былығы сөйтіп спутникпен де, дронмен де ашылып қалып отыр. Енді қазір бүкіл батыс осы Бучадағы және Киев маңындағы шағын қалашықтардан, Бушаның маңындағы шағын қалашықтарда қырғыннан кейін, міне Германия 40 орыстың дипломатын қуды, Франция 35-ін қуды. Оның артына міне Латвия, Эстония, Испания, Италия деп бүкіл орыстың дипломаттарын қуып жатыр. Яғни сендер адам сияқты бір-бірімізге елші жіберіп, сөйлесетін елдің санатында емес екесіңдер деді. Біз яғни бірін-бірі ел деп таныған деген сөз, кәдімгідей елші жібереді, бір-бірін сыйласады. Сөйтсе бұл орыстың елші атаулысының барлығы шпион болып шыққан ғой.
Енді оның барлығын батырлатып бүкіл Еуропа қуып жатыр. Қазірге дейін қуған елдердің саны бір 20-30-ға барды ау деймін. Оны бүгін анау қуды, бүгін мынау қуды деп ақпарат, оны оқи біздің де басымыз ауырып кетті. Қысқасы батырлатып қуып жатыр. Батырлатып қуып жатыр. Бұл Ресейге берілген міне ең үлкен соққы. Адамзаттың осы уақытқа дейінгі тарихында қаншама елдер бірімен бірі қырғи қабақ болып соғысса да бұндай болмаған. Ал Америка ең бастады, ол алдыда Путинді және Лавровты тағы басқаларды Америкаға келуге басы бүтін тиімді тастады, үзіп тастады. Енді Путин мысалы Біріккен Ұлттар Ұйымындағы Нью-Йорктағы бас штабындағы жиналысына да келе алмайды. Ал бұл деген сөз Американың көзқарасы Ресейге деген тарихта бұл екі держава, тіпті анау Кубадағы атом дағдарысы деген дағдарыс естеріңізде бар ма? Совет одағы анау ертеде. Оны айтса мен тарихқа кетіп қалам. Әлде керексінетіндер астына комментарий жазып, Совет одағы кезіндегі Кубаға атом қаруын орналастыру туралы Совет одағының әлемге масқара болғаны, Совет одағының әскери суасты сүңгуір кемесін, әскери кемелерін Американың тұтқындап, бүкіл әскерилері Американың әскеріне сол Совет одағы ең қуатты кезінің өзінде тұтқындалып, қолдарын көтеріп отырып, дамбалдарына дейін тексертіп, сосын Америка құрыңдар дегенде құрып кеткендігі туралы. Бұл масқараны мен ойласам өте көп орыс тілді ақпараттағылар білмейді екен. Мен енді осыны егер керек десеңіздер, сол замандағы ескі ақпараттардан аударып, не видеолардан көріп аударып баспа-бас жеткізермін. Керексінгендер астына айтар.